Имам неге махаббат туралы әндерді харам деді? Оның ойынша барабан халал, домбыра харам ба? Мақпал Жүнісова кімнің басын жарғалы жүр? Алматыдағы жер сілкінісінен кейін әншілердің жаппай басқа қалаға көшіп жатқаны рас па? Миллиардтарын мемлекет тәркілеген Қайрат Боранбаевтың күн көретін ақшасы таусылды ма? Қазақстандық әйелдер 8 наурызға қандай сыйлық күтеді? Армысыздар, бұл қазақ айран маңызды оқиғаларға шолу жасаймыз. Менің атым Айдана Мейрамбайқызы. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен осы апта қандай қызықты жаңалықтармен есте қалды. Махаббат туралы әндердің барлығы харам. Ол тыныш тұрған адамның дене мүшелерін еріксіз қимылдатып, нәпсісін қоздырады. Сондықтан мұндай әуендерді тыңдаудан аулақ болу керек. Әлеуметтік желіде осындай уағыз айтқан имамның видеосы тарап, қоғамда қызу талқыланып жатыр. Имамның айтуынша, анаға, әкеге, мемлекетке және отанға арналған әндерді тыңдауға болады. Ал мән мағынасы терең музыка харам емес, бірақ халал да емес дейді. Кез келген адам баласының нәпсін қозғайтын, адам баласының дене мүшелерін тұрған жерінде қимылдатқызатын және Аллах тағаланың зікірінен тосатын, ешқандай мән мағынасы жоқ. Өмірдің рахатына, махаббатқа, ғашықтыққа, зынаға шарлайтын кез келген музыка түбегейлі харам. Мұндай әндер адамның иманын кемітпесе толықтырмайды дейді уағызшы. Десе де музыка тыңдаған адамның бәрі кәпір емес деп өзінше жұбатқандай болды. Бұған қоса имам музыкалық аспаптардың ішіндегі халалы тек барабан. Сол себепті барабаннан басқа аспап қосылған әуенді тыңдамаған жөн деп айды аспанға шығарды. Не бар барабан соғатын, ұратын, қолмен ұратын барабан. Сонымен айтылатын нәшиттер, кез скрипкамен, сырнайлармен айтылатын нәшиттер емес, тек қана барабанмен айтылатын нәшиттер. Не болмаса барабанмен айтылатын бір баяндар, dastanдар, халықтарды бір Аллаға шақыратын, құлшылық ғибадатқа шақыратын, ауызбіршілікке шақыратын әңгімелермен, шерлермен, өлеңдер, әндер, олар халал. Бірақ тек қана іші несі болса ғана, тек барабаны ғана болса. Барабаннан басқа нәрселер қосылды ма, яғни шариғат рұқсат берген нәрседен басқа нәрселер қосылды ма, ол бағана қарай. Ол не 100% харам деп айта алмайсыз, не 100% халал деп айта алмайсыз. Имамның бұл айтқандары желі қолданушыларының ашуын қоздырды. Осындай адасқан дүмшелерге жұртты адастыратын пікір білдіруге қатаң тыйым салу керек деп жазып жатыр. Айта кетсек, бұған дейін де әлеуметтік желіде домбыра шерту харам деп мәлімдеген адамдардың видеолары қызу талқыға түсіп, қазақстандықтардың ашуын тудырған еді. Олар исламда музыкаға тыйым салынғандықтан домбыра ұлттық аспап болса да харам екенін айтқан. Сондықтан болар ел арасында музыкалық аспаптың қайсысы халал, қайсысы харам деген күмән туа бастады. Бұған танымал Нұрлан имам былай деп жауап берді. Қызымды скрипка, фортепианоға бердім. Үйде музыкалық аспаптар болса, періште кірмей қалады ма дейді. Періште кіре береді. Қазіргі современный періштелер кіре береді, қорқпаңыз, уайымдамаңыз. Сол періштені басқа жақтан іздеңіздер. Үйде боғауыз болмасын, үйде арақ болмасын, үйде күнә болмасын, өсек, өтірік, ғайбат болмасын, президентті жамандау болмасын, Назарбаевты боқтау болмасын, басқа елге қарғыс болмасын. Адам баласы жасаған күнәсіне өзі жауап береді. Бұл жерге музыкалық аспаптарды араластырудың еш қажеті жоқ деген Нұрлан имамды қолдайсыздар ма? Пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Алматыда кезекті жер сілкінісі болып, жұрт үрейленіп жатқанда Нұрәлі Әлиев пен Қайрат Сатыбалдының ұлдары қымбат Феррари мен Бентлиге мініп алып, Дубайдың көшелерінде сауық құрған. Желіге тараған бейнежазбада жастардың көлікте музыканы даңғырлатып қойып, жүйткіп келе жатқаны байқалады. Өзара ағылшынша сөйлесіп отырған қос олигархтың балалары Қазақстан туралы баяғыда ұмытып кеткен шығар деп мысқылдады видеоны жариялаған Егов Пресс телеграм арнасы. Going too fast. I go right? 220. 220? Yeah. Fresh.
Видеоны көрген желі қолданушыларының пікірі екіге жарылды. Бірі жігіттердің шалқып балқып өмір сүргенін көре алмай отырсыңдар, іштерің тар деп бейне жазбаны таратқандарды жазғырды. Енді бірі бұлардың астындағы қымбат көлік халықтың ақшасына алынған деп баса айтты. Олардың әке-шешесі Қазақстанның байлығын бірнеше ұрпағына жетерліктей тонап, қазір шетелде сән салтанат құрып жүр деп ашуға басқандар да табылды. Кім не десе де көптің ойы кемеңгер. Басқасын қайдан, бірақ бірнеше ұрпағына дейін жететін байлықты Назарбаевтар әулетінің экс-құдасы Қайрат Боранбаев жиып алған сыңайлы. Істі болғалы бірталай ақша, бизнес мүліктерін мемлекетке қайтарып берген Қайрат мырза қазір қалай күн көріп жатыр дейсіз ғой. Шалқып өмір сүріп үйреніп қалған олигархтан Орда KZ сайтының журналистері оның түрмеден шыққан соң қандай ақшаға жан бағып жатқанын сұрады. Алайда бұл сауал бірнеше бизнесті дөңгелетіп отырған Боранбаевтың қытығына тисе керек, сұраққа күлімсіреп отырып жауап қатты. Остались ли у Кайрата Боранбаева деньги на жизнь? Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, как содержится футбольный клуб Кайрат? Это единственный частный клуб. Реклама, спонсоры. Плюс вливание всех компаний, спонсоров, которые имеют ко мне мои компании. Поэтому все компании работают. И я, честно говоря, благодарен, что компаниям дали работать. У нас холдинг — это управляющая компания, генеральные директора у нас управляют компаниями. Поэтому у нас весь бизнес работает. Да, есть проблемы, но это нормально. В этом я не вижу никаких там, у всех, наверное, есть проблемы. Поэтому... Қайрат Боранбаев кәсіпкерлікпен айналысып, елге пайда әкелуге ниетті екенін де жеткізді. Сондай-ақ ол Макдональдс фастфуд желісінде Қазақстанға қайтарғысы келетінін айтты. Сөзінше, бұл фастфуд желісінің қазақстандық франшизасы жұмысын өзі сотталған соң тоқтатпаған. Логистика бойынша мәселелер туындағандықтан жабылып қалған. Себебі мейрамханаға қажет барлық өнімді Ресейден тасымалдайтын едік дейді. Еске сала кетейік, Қазтрансгаз ұлттық компаниясының ақшасын иемденіп, қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастырды деп айыпталған Қайрат Боранбаев былтыр қыркүйекте 6 жылға сотталған болатын. Бірақ олигарх қамауда көп отырмады, мемлекетке миллиардтаған қаражаттың активтерін бірінен соң бірін қайтарып, қарашада бостандыққа шықты. Қолыма түссе, басын жарамын. Мақпал Жүнісова өзін сан соқтырып кеткен алаяқтарға осылай сәлем жолдады. Әншінің айтуынша бар бәле телефоннан басталған. Халық әртісінің WhatsApp желісіне әлдегімдер әнші Дәлел Уашевті қолдап дауыс беріңіз деп хабарлама жіберген. Ойында ештеңе жоқ, Мақпал апайымыз сілтемені баса қалған. Сөйтсе, алаяқтар оның телефонын бұғаттап, ақшасында сыпырып алыпты. Арам пиғылдыларға алданған өнер иесі бірден халыққа үндеу жасады. Қайырлы таң, құрметті халайық, құрметті менің подписчиктерім, ешкімге сенбеңіздер. Ешқандай телефонды дауыс бермеңіздер. Мынау тонаушылық, мынаны менің телефоным бұзып, мына WhatsApp істемей қалды. Мен де маған дауыс бер деді, Дәлел Уашқа дауыс беріп едім, содан телефоным істемей қалды ғой. Ақшаға қылған еще сұмдық қой мынау деген, мынандайларды табу керек қой. Мақпал Жүнісова WhatsApp желісінде өзінің атынан біреулер жалған сілтеме жіберіп, дауыс жинап жатқанында ескертті. Мұндайларға алданып қалмай, абай болыңыздар дейді әнші. Ал өзінің қалтасын қаққандарды ұстасам оңдырмаймын деп белін бекем буып отыр. Телефондарыңызды сенбеңіздер, маған дауыс керек болса, мен өзім айтам ғой осылай, айғайлап. Мен мұндамын, дауыс беріңіздер деп. Мен конкурсқа қатысып жатқан жас әнші емеспін, дауыс сұрайтындай. Сенбеңіздер, мына мошенниктер табылсаңдар бастарын жарам тура. Алматылықтарды аяқтан тік тұрғызған жер сілкінісінен кейін әншілер қаладағы көп қабатты үйлерін тастап, жер үйге көшуге қамдана бастады. Мұндай түбегейлі шешімді алғашқылардың бірі болып Ерке Есмахан мен оның күйеуі Райымбек Бақтыгереев қабылдады. Оқырмандармен қуанышты жаңалығымен бөліскен Ерке Есмахан Instagram парақшасында былай деп жазды. Біздің жанұяда қуаныш, оны мен айтпасам күйеуім айтпайды сіздерге. Қысқасы, сүйінші. Жер үйлі болдық. Күйеуім көптен іздегенін тапты. Жер сілкінісінен соң ес жиып, қорыққаннан тез барып келісім шартқа қол қойып келдік. Енді салынып біткенін күтеміз.
Өнер иесінің айтуынша, Райымның таңдауы зәулім виллаға түскен. Ал зілзаладан қатты шошынған Мадина Садуақасова өзінің туған жері Қызылорда қаласынан пәтер сатып алғанын сүйіншіледі. Өнер иесі сыр еліне қоныс аудара ма жоқ па, оны уақыт көрсетер. Осы зілзаладан кейін Алматыда жер үйлерге сұраныс артып, бағасы бірден шарықтап шыға келді. Әзілкеш Нұрсұлтан Жақсыген оңтайлы сәтті пайдаланып, жер тамдардың бағасын көтергендерді сынады. Көп қабатты үйдегілер жер үйге көшіп жатыр, ал жер үйді жалға берушілер бағасын қымбаттатып үлгеріпті. Бұл қалай болғаны? Жанын орамалға түйіп отырған халыққа жығылған үстіне жұдырық болмай ма? Ел аман, жұрт тыныш болсыншы, деді ол. Осы тұста кейбір құрылыс саласының сарапшылары да жұртты жылжымайтын мүлік нарығында дүрбелең туғызбай сабырға шақырды. Мамандар құрылыстың сейсмикалық төзімдігі ғимараттың биіктігіне байланысты емес деп қадап айтты. Тура кабинетінің ішінде қыз зорлады деп айыпталған Талдықорған қаласы полиция басқармасының бұрынғы бастығы Марат Күштібаевтың соты басталмай жатып аяқталды. Себебі процесс кезінде шендінің денсаулығы сыр беріп есінен танып қалған. Шақыртуға шұғыл жеткен жедел жәрдем қызметкерлері оны сот залынан ауруханаға алып кету керек деген шешім қабылдаған. Алайда ес-түссіз жатқан Күштібаевқа анау-мынау адамның күші жетпепті. Полковникті бірнеше адам жабылып жатып, сыртқа әзер көтеріп шығарған. Қазір сотталушы кардиологиялық орталықта дәрігерлердің бақылауында жатыр. Осыған байланысты сот отырысы кейінге қалдырылды. Естеріңізге сала кетейік, Талдықорған полициясының бастығы былтыр қараша айында 27 жастағы бойжеткенге кабинетінде «Сендей әдемі қызға протокол толтыртқызбаймын» деп жыныстық қарым-қатынасқа мәжбүрлеген үшін күдікке ілінген болатын. Осы шудан кейін Жетісу облыстық полиция департаментінің бастығы Атығай Арстанов пен бірқатар шенді қызметінен қуылды. Атырауда жол ақысын төлегісі келмеген тұрғын автобус жүргізушісіне шабуыл жасады. Желіде тараған видеода еңгезерде еркектің жүргізуші отырған кабинканың есігін жұлқып ашып, боқтап жатқаны байқалады. Бір мезетте ол ішке еніп, жол ақысын төлеуді талап еткен жүргізушіні төмпештей жөнелген. Қайта бұл кезде қоғамдық көлік тоқтап тұрған екен, әйтпесе Алматыдағыдай қайғылы жағдай болар ма еді, кім білсін. Ал автопарк басшылығы оқиға салдарынан жүргізуші бетінен оңбай жарақат алғанын, сонымен қатар бұзақы валидаторды бұзып қашып кеткенін хабарлады. Жол ақысы жүру, кісі ақысы беру дегенді қаперге алмаған азамат алысқа қашып үлгермеген. Полиция оны қолға түсіріп, сазайын беріпті. Ал Петропавлда тәртіп сақшыларынан кек алмақ болған тұрғын учаскелік полиция пунктінің терезелерін талқандады. Оқиға былай болған. Дүйсенбі күні жұмыстарына келген инспекторлардың үстінен тура жай түскендей болған. Онсыз да қирауға шақ тұрған ғимараттарына әлдегім шабуыл жасап, әйнектерінің барлығын шағып кеткен. Мұны көрген полицейлер бірден бейнекамераға жүгіріп, әлгі жүгірмекті тауып алыпты. Сөйтсе, ол жақында ғана түн ішінде көршілерінің тыныштығын бұзған үшін айыппұл арқалаған қаланың 18 жастағы тұрғыны болып шыққан. Тәртіп сақшылары жас жігітті терезе сындырған үшін сотқа сүйреген. Ол сотта полицейлердің өзіне айыппұл салғанына қатты ашуланғанын, сондықтан кек алу үшін осындай қадамға барғанын айтқан. Бұл қылығы үшін 15 тәулікке қамалған кекшіл жігіт бостандыққа шыққасын тағы не бүлдірер екен. Бұл оқиғадан соң солтүстіктегі полицейлерге мешітке барып дұға жасау керек сияқты. Қазақстанда жұмыс күнін таңғы сағат 8-ден бастап 17:00-де аяқтау керек. Блогер Нұр Қанатұлы осындай ұсыныс айтты. Оның айтуынша, біз ерте ұйықтап, ерте оянып жүргендіктен жұмыс уақытында соған лайықты етіп өзгерту керек. У меня такое предложение дельное. Давайте начнем рабочее время с 8 утра и до 5 вечера, потому что все-таки на час назад перевели. Начали раньше засыпать и раньше просыпаться.
Блогердің жұмыс кестесін өзгерту туралы бұл ұсынысын желі қолданушыларының көбі қолдады. Бірі уақыт белдеуінің өзгеруіне байланысты мектеп мәселесін көтеру керектігін жазды. Себебі балалардың сабағы 19:00-де аяқталады, бұл бұрынғы уақыт бойынша 20:00. Яғни дала қою қараңғы деді. Енді бірі бұл электр энергиясын үнемдерет дегенді алға тартты. Бұған дейін де көптеген азаматтар сағат 16:00-ден бастап шамдарды қосып электр энергиясын тұтыну көлемі ұлғайды деген болатын. Дегенмен Кегок акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нәби Айтжанов сағат белдеуінің өзгеруі Қазақстандағы электр энергиясын тұтынуға еш әсер еткен жоқ деді. Көп кетіп жатқан жоқ, кішкене үлкейді жаңағы потребление. Бірақ кешке үлкейсе таңертең азайды потребление. Ал жалпы қалай әсер етті? Мысалы, бұрын Жалпы онша әсер еткен жоқ. Еске сала кетсек, 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні елдің көптеген аймағында жергілікті уақыт 1 сағатқа артқа жылжыған еді. Қазақстандық еркектердің қарызданып болса да сүйіктісін қуантатын мерекенің бірі ол бүгінгі 8 наурыз. Picadi.com аналитиктері жүргізген сауалнамаға қарассақ, елдегі ер азаматтар бұл мерекеде орта есеппен 22.000 теңгесін жұмсайды. Олар қыз-келіншектерге негізінен гүл шоқтарын, тәтті шоколадтар, әшекей бұйымдар мен әтір сыйлағанды құп көреді екен. Ал қалтасы көтермегендер бұл күні үй шаруасын тындырып тамақ істейтін көрінеді. Дегенмен сауалнамаға қатысқан қыз-келіншектердің 69%-ы ең керемет сыйлық ақша деген. Респонденттердің 63%-ы әтір, 54%-ы қымбат косметиканы қалайтынын жеткізген. Ал әйелдер алғысы келмейтін сыйлықтардың қатарында алкогольдік ішімдіктер, іш киім, тұрмыстық техника және үйге арналған текстиль бар. Айта кетсе, халықаралық әйелдер күнін мереке деп санамайтындарда табылған. Сауалнамаға қатысқандардың 13%-ы бұл күнді тойламай, жұмыс істеу қажет деп жауап берген. Ал сіз қалай ойлайсыз? 8 наурыз мерекесін тойлау қажет пе, және бұл күні сіз қандай сыйлық алғанды қалар едіңіз? Пікіріңізді комментарийге қалдырыңыз. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұндағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.